Құрметті менің каналымның оқырмандары, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. 9 классқа арналған арифметикалық прогрессияны түсіндіретін боламын. Ең алдымен біз сан қатарын алайық. 3, 5 деп екеуін алайын. Яғни бізде арифметикалық прогрессия дегеніміз не ол? Арифметикалық прогрессия мынадай сан қатарымен жазылады. Яғни А1 деген бірінші мүшесі, А2 деген екінші мүшесі, А3 деген үшінші мүшесі, АН деген n-ші мүшесі болады екен. Яғни мына сан қатарында бірінші мүшеміз, яғни біздің мысалымыз бойынша 3-ке тең екен. А2-міз 5-ке тең екен. Енді осы жерде ол қалай өсті деген сұрақ болады. Ол үшін бізге D деген айырым көмекке келеді. Айырым. Яғни айырым табу үшін біз екінші мүшеден бірінші мүшені аламыз. Сол кезде 5-тен 3-ті алған кезде 2 болады. Енді бізге ары қарай кеттік. Үшінші мүшесін табу үшін біз 5-ке 2-ні қосамыз 7. Одан кейін 4-ші мүшені қосу үшін 9. Яғни біз енді осылай келе береміз. Яғни 20-шы, 30-шы, 40-шы мүшесін тап десе, біз шатасып қалуымыз мүмкін. Сол себепті n-ші мүшесін табатын формуланы жазып қоямын. Ол дегеніміз AN тең болады A1 қосылған n-1 көбейтілген D. Осы формуланы жаттап алсаңдар болды, барлық есепті шығаратын боласыңдар. Енді біз қайта айтайық, А2-ден бастайық. А2-де бізде мына формулаға салған кезде бізде 5 шығу керек. Мына жерге 2 қоямыз, мына жерге 2 қоямыз. 2-ден 1-ді алатын болсам 1 болады, яғни D болады екен. Яғни бірінші мүшеміз бізде 3-ке тең, айырымымыз 2-ке тең болса, онда А2 5-ке тең болып тұр, шығып тұр, екеуі де шығып тұр. Енді А3 бізде 7-ге тең болу керек. Мына формуланы қолданамыз. А1 дейміз. Қосылған, мына жерде 3 болса, мына жерде 3 болады. 3-тен 2-ні 1-ді аламыз, 2 болады. 2D. Тексереміз. 3 қосылған 2 көбейтілген 2 біздің D-мыз. Мына екеуінің арасында көбейту амалы бар. Бірінші көбейтуді орындаймыз, 4 болады. 4-ке 3-ті қосамыз, 7 болады. Екеуі де орындалып тұр. Келесі 4-ші мүшесін тап дейді бізге. А1 қосылған, мына жерге 4-ті қоямын, 4-тен 1-ді аламын, 3 болады екен. 3D болады. Ортасы көбейту амалы бар. Орнына қойып көреміз. 3 қосылған 2, бізде 3 екен. 3 көбейтілген D-мыз 2-ке тең. Бірінші көбейту орындалады, 6, 6-ға 3-ті қосамыз, 9 болады екен. Екеуі де орындалып тұр. Енді бізге осы мүшелерінің қосындысы дәл осылай кете береді. Аралай тауып кете береміз. Егерде 20-шы мүшесін тап десе, А1 қосылған, мына жерге 20-ны жазамыз, 20-дан 1-ді аламыз, 19D болады. Тағы да А100-ші мүшесін тап десе, А1 қосылған, мына жерге 100-ді қоям, 100-ден 1-ді алсам, 99 болады, 99D болады. Яғни осылай тауып кете береміз. Енді бізге айтады, осы арифметикалық прогрессияда мүшелерінің қосындысын тап дейді. Мысалға, S3 дегеніміз алғашқы 3 мүшесін қосып шық деген сөз. Ал қосайық, алғашқы 3 мүшесін қосатын болсақ, яғни бірінші мүшеміз 3-ке тең, екінші мүшеміз 5-ке тең. Мына үшеуін қосамыз ғой, яғни біз енді. Сол кезде бізде 15-те, осы араға 7-ні қояйын.
бірінші қосу мына жерде мына екеуі, так бізде 15 болады, 15. 15. Енді осы формуланы бізге айтады. А20-ші мүшесін тап десе, мұнда А1 қосылған А2 қосылған көбінікте біз нешеге дейін? 20-ға дейін қосып шығуымыз керек. Бұл бізге күрделі, осылай кете береді, бұл бізге күрделі. Сол себепті бұның формуласы бар. Sn A1 қосылған AN бөлінген 2 көбейтілген N деген формуланы жаттаймыз. Осы формуланы жаттап алсаңдар, есепті жақсы шығаратын боласыңдар. Так, біз енді 15 деген сан шықты ғой, көрейік, формулаға салып. S 3 деді ма, N деп тұрған жерін бәрін 3-ті қоямыз. Бірінші формуланы жазып аламыз. Енді орындығына қоямыз. Бірінші мүшеміз біздің 3-ке тең. Үшінші мүшемізді тауып алғанбыз бағана, ол бізде 7-ге тең. Бөлінген 2 көбейтілген 3. Бірінші қосу амалы орындалады, алымы 10 болады. 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады. 5-ті 3-ге көбейтетін болсам 15 шығады екен. Тағы да енді тағы бір мүшесін қосып көрейік. S4 табайық. S4 тапқан кезде, яғни бізде мынада 15 шықты ма, 15-тің үстіне 9-ды қосатын болсақ, бізде 24 бола ма? 24. Біз 24 деген санды шығаруымыз керек. Енді ол үшін формуланы жазамыз. A1 қосылған A4 бөлінген 2 көбейтілген 4. Есептейміз. Бірінші мүшеміз біздің 3-ге тең. Төртінші мүшеміз бізде 9-ға тең. Оны бөлеміз 2-ге, көбейтем 4-ге. Екеуін қосамын. Қосқан кезде 12 болады. 12-ні 2-ге бөлсем 6 болады. 6-ны 4-ге көбейтетін болсам 24 болады екен. Яғни бұл жерде мына сандардың барлығын қосып шығамыз. Сол кезде бізде алғашқы 4 мүшесінің қосынысы, мына жерде 3 мүшесін қостық қой. Мына жерде 4 мүшесінің қосынысы, яғни бұларын қосқан кезде 24 шығады екен. Дәл осылай басқа да есептерді шығаруларыңа болады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Видеоны қайта көріңіздер, түсініп аласыздар. Өте жеңіл түсіндірдім. Жақсы, сау саламатте болыңыздар.